Ассалаумағалейкум, құрметті спорт сүйер қауым. Спорт плюс Қазақстан эфирінде прайм тайм. Бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі көтеретін мәселеміз бұл Еуро додадағы отандық клубтарымыздың ойындары, Қайраттың ойыны, Астананың ойыны. Енді бүгінге дейін сол екеуі біраз жерге дейін барды. Енді Ақтөбе мен Ордабасты айтпай қойсақ та болады. Ол жайлы қаншама осындай пікір алаңдарында айтылды. Бүгін студиямызға арнайы осы қос бірдей клубтың, жалпы отандық футболдың басқасында жүрген, насихаттап жүрген, ақпарат беріп жүрген азаматтар осында. Спорт сарапшысы, футбол сарапшысы Бек Төлеу. Қош келдің, Бек. Қазақстан футбол федерациясы бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс департаментінің басшысы, директоры Мұратбек Биманов. Кешеде көрген шығарсыздар. Ойын алдында біраз ақпараттар айтты. Біздің жанкүйерлерге үміт сыйлаған болатын. Спорт Пульс порталының дейікші, енді көп ол жерде ақпараттық салалары, бас редактор ма? Бас редактор, спорт комментаторы, футбол сарапшысы Елдар Аманбаев. Және де кеше барлығымыз үміттенген, және әлі де бұл клубтың жолы бар өзіндік, оны еш сөкпейміз де, өйткені ішкі чемпионат бар. Астана футбол клубының баспасөз хатшысы Ерден Жалғасов. Ерден, қош келдің. Қош көрдік. Достар, естеріңізге сала кетейік, дәл осы прайм тайм бағдарламасының серіктесі Алимбет кеңсесі. Ал, кешегі матчтан бастайық. Енді кешегі матч Астана-Лозанна, барлығымыз бір жақсылыққа сендік үміт болды. Өйткені Лозаннада ойында 2 голды қорғаушылардың қателерден кетті. Осы жол камбэк болады деп барлығы қанша жерде мен бақылап шықтым. Біраз сарапшылар камбэк болады. Кемі овертаймға барады, пенальти сериясынан өтеді. Өзім де сондай үмітте бір жерге мен сұхбат бердім. Бірақ кеше тіпті біздің күткеніміз басқаша болып шықты. Бірінші тайм гол салынбады, екінші таймның басында жылдан гол жіберіп алдық, ол өте ауыр тиеді. Және жеке дара ойыншылар бірге-бір біздің қорғаушыларды алдап жүрді. Біздің команданың ойыны жүрмеді. Ерден, өзіңнен бастайықшы. Жалпы ойынға дайындық қалай болды? Білеміз, Лозаннадағы ойынға сіздер Молдовада қалдыңыздар, жаттығу өткіздіңіздер, чартермен ары қарай Лозаннаға ұштыңыздар, ойнадыңыздар, қайтадан бірден ұшып келіп, осы жақта кәдімгідей ішкі чемпионатқа қатыспай дайындалдыңыздар. Не күтіліп еді өзі? Өкінішке орай кеше жанкүйерлердің үміттерін ақтай алмадық. Швейцариядан біз сенбі күні келдік Астанаға. Осы сенбіден бастап әр күні жаттығу жасап, кешегі ойынға дайындалып жүрген ойыншылар. Бірақ өкінішке орай жеңіске жеңе алмадық. Мен ойымша ең бастысы кешегі ойында алғашқы минуттарда гол салу керек, маңызды болған. Бірақ өкінішке орай сала алмадық. Салатын мүмкіндіктер болған, бірақ реализация жетіспеді. Орындау, соңына дейін жеткізу дұрыс болған жоқ. Бірақ бір тайм жігіттер ойнап шықтың. Бек, өзің айтып шықшы, мысалы ойынды өзің қарап шықтың. Астана түсің, 13 минутқа дейін гол соғып алу, жылдам гол. Артынша екінші таймда қалған сал. Қайрат Кубстың сценарийі болу керек еді ғой, негізі барлығымыз соны күттік қой. Не күттің және не жетпеді деп ойлайсың Астана? Енді Астанада бірінші кезекте практика болған жоқ деп ойлаймын. Чемпионатта бірнеше ойынды ойнаған жоқ. Ол да әсер етеді негізі. Осы тобылмен кездесу керек еді осы турда. Оның алдында Қайсармен болу керек еді. Сол матчтардың барлығы өтпеді. Қайрат негізі Астанаға қарағанда чемпионатта осы жеңіспен ғана ойнаған жоқ. Қалған матчтардың барлығын өткізіп жүр. Ертең сенбіде елмен ойнайды, әр жағында Селтикке қонаққа барады. Глазго ұшады. Сондықтан енді Астана сияқты, Қайрат сияқты командалардың чемпионатта, Еврокубокта ойнайтын қосалқы құрамы барлығы жақсы болу керек. Сондықтан олар екі фронтта да ойнауға дайын болу тиіс деп санаймын бірінші кезекте. Екіншіден мен енді Астананың алғашқы матчтағы жоспары, стратегиясын түсіне алмадым. Өйткені команданың лидерлері қосалқы құрамда отырды. Назми Грипши, Марин Томасов. Тіпті Грипши алаңға шыққан да жоқ Лозаннадағы матчта. Бас бапкер Бабаян неге ондай шешім қабылдады, түсініксіз болды. Енді кімнің жаңағы Бачичтің бір голы сәл үміт сыйлады ғой. Бірақ мен ойладым, сол бірінші ойында ұтылғаннан кейін және қосалқы құрамдағы футболшыларды қалдырғаннан кейін биыл Астана Еврокубоктан аса бір құлшыныста болмаған сияқты көрінді. Өйткені әр жағында Бешикташ болды. Топтық кезеңге қазір енді қаржылық мәселелер бар. Сол жағынан бәлкім жоспарлары басқаша болған шығар деп. Бұрын бізге Астана аренаның факторы көмектесетін, бірақ осы жылы екі ойында да жеңіске жете алмады Астана. Тіпті Зимбруды да
өз алаңында ұта алмады. Осы жасанды алаңның бір артықшылықтары болды ғой, қаншама жыл пайдаланып келдік, оның өзіндік ұлттық құрамаға да көмегін тигізді, Астана клубына да. Бірақ қазір еуропалық командаларда бұндай жасанды төсенішті ойнауды үйренген сияқты көрінеді. Жақсы, Ерін, осы жерде бірден ізін суытпай, Грипши, Томасовтар не үшін шығармады бірінші ойында? Бұл біздің бас бапкеріміздің жоспары болды. Лозаннада болған ойында ең алдымен аз гол өткізу. Аз гол өткізу. Сол себептен 5 қорғаушымен ойнадық, және де орталықты күшейттік. Бірақ одан да жоспарымыз болмай қалды, 3 гол жіберіп алдық. Бірақ кеше біз керісінше ашық футбол ойнадық. Егер Лозаннада солай ашық футбол ойнасақ, мүмкін одан да 3 голдан да көп өткізетін болар едік, кім білер. Елдар, кеше ойыннан кейін баспасөз мәслихатында болдың, біраз сұрақтар қойдың, сұрақтарға жауабын алдың ба? Және соны біздің көрерменге бөлісіп өтсең, қандай мәселелер көтерілді ол жерде? Ең басты мәселе кешегі Лозаннаның жеңілісінің себебі футболшылар дайын емес сондай үлкен интенсивтік футболға. Өйткені кеше Астана небәрі 30 минут ойнады. Одан кейін бірінші таймның аяғында неге Лозанна допты өз илегіне алып алды, неге көптеген мүмкіндіктер болды. Сейсеннің бірнеше сейвтары, тіпті бірінші таймның аяғында біз ұтылып қалушы едік деген сұрақ болды ғой. Сол себептен бұл жерде сұрақ оңай, біздің футболшылар бұндай европалық Лозаннаға қарсы. Лозанна қандай команда? Кеше де айтып жүр ғой. Лионның балдары бар, Арсеналдың балдары ойнап жүр деген секілді ғой енді. Бұл команда андай орташа жасы 24-23 жастағы, міне сен тұр, мен атайын деген жігіттер, біздің жігіттердің кеше және Ердің айтты ғой, бірінші гол соққанда мүмкін бәлкім сценарий басқаша болу ма деді. Бірақ бұл футбол біздікілер кіргізген жоқ. Лозанна екінші тайм басына кіргізді. Сөйтіп Бабаян 60 минутта замен жасады ғой. Сол кезде білдім, болды, бұл ақ жалау. Астана келесі раундқа шыға алмайды, бұл берді және резервистерге мүмкіндік беріп отыр ғой. Өйткені Томасов, Грипши барлығын алып тастады да мойындады. Жеңілісін Астана кеше мойындады. Неге жеңілдіңіздер? Бұндай себеп не болды? Ойынға деген план қандай болды деген кезде, тез гол салу және одан кейін тағы шабуыл жасау, бірақ біздің балалардың осындай интенсивті физикалық тұрғыда жылдам футбол ойнайтын командаларға қарсы менің командам тек 30 минут ойнай алады. Қазақстан премьер-лигасы, Швейцария лигасының командасын салыстырсақ, мысалға, ол айтады, біз Ұлытаумен қарсы қандай футбол ойнаймыз? Өзіміз аламызда пас беріп, олар жатып алады, біз атакада ойнаймыз да, ал бұл жерде біз шабуылға жауап беруіміз керек та, біздің футболшылардың класс бар ғой, исполнительдері жетпей қалды. Назми, Грипши, Томасов, Кармарак кеше өздерінің ойындарында көрсете алмады. Былтыр мысалға Браннан өткен кездегі Чинедудың сияқты олардың биыл бабы жоқ. Чемпионаттың өзінде мысалы Чинедуды біраз ойын қосалық құрамға отырғызды Бабаян, Каримовті шығарды. Қорғаушыларды жаңа Казулковск, олар да мысалға бұрын былтырғы бабында емес. Жоқ, негізі бұл жерде бізде Қазақстан премьер-лигасында бар ғой, бір жыл легионер күшті ойнайды, келесі жылы өзіне талабын азайтады да, келесі жылы ойнамай қалады. Назми, Грипши кеше бірнеше мүмкіндіктер болды ғой. Башиш қалай ойнап жүр, келесі жылы қалай ойнайды деген бұл жерде өте көп сауалдар бар. Соны аяғында мен Бабаян мырзаға сұрақ қойдым, Григорий Константинович, Еврокубок жоқ, кубок жоқ, чемпионатта ұтылсаңыздар өз еркімізбен отставка кетесіз бе деген сұрақ. Өйткені кеше ойыннан кейін Астана жанкүйерлері соны талап етті ма? Соны талап еткенде наразылығын білдірді. Ол сөздерді айтпай қойып, енді әрбір футболды көретін жандар біледі ғой қандай сөздер екенін. Ол айтты, жоқ, бұл басшылықтың шешімі, біз енді чемпиондыққа таласамыз, көреміз, енді басқа не дейді? Ерден, ойынның алдында жалпы Лозаннадан өту қаншалықты бір жиі айтылды, сондай тапсырма қойылды, сондай бір басты назар сонда болды ма, әлде әдеттегі бір ойын сияқты ойнай берейік, болса болды, болмаса енді бізде негізгі акцент ішкі чемпионат қой деген сияқты емес пе? Өйткені ойыншылардың жасақталуы да ішкі чемпионатқа байланысты. Екінші айналымға қарай жаңа ойыншылар қосылды. Бірақ сөйтіп ойлайын десең де, Зимбуда қалып дайындалып арға чартермен шуды Лозаннан өткісі келгендей көрінеді. Бірақ кешегі ойында қарасақ, керісінше осы жерден бәрін тоқтатып, ары қарай ішкі чемпионатқа дайындалғысы келгендей болды. Қалай түсінсек болады? Бізде ондай ой болған жоқ. Әрине, әрбір матчқа тек жеңіске дайындаламыз. Лозаннан өтіп, біздің жанкүйерлерімізді қуантайық деген ойымыз болды.
шын айтсам мен өзімде де ішімде шын жүректен сенгем кеше бір керемет камбэк жасайды. Иә. Бірақ өкінішке орай жасай алмадық. Және Бабаян мырза, осы ретте айта кетейінші, біздің арманымыз, мақсатымыз Лозаннан өтіп Астана аренаға Бешикташты алып келу. Өйткені енді білеміз ғой, Алматыда Селтик келеді, Астанада Бешикташ ойнап жатса, бұл футболдың дамуына деген септігін тигізеді ғой Астана мысалы. Мына жерге де афишаға біз Бешикташтың логотипін дайындағанбыз кеше. Сол бүгін өкінішке орай сала алмай жатырмыз. Біздің әріптестеріміз де сол қатты күткен еді негізі. Бешикташқа Астананың айтары көп еді, қазақ жанкүйерлерінің айтары көп еді негізі Бешикташқа. Ештеңе етпес. Енді Мұратбек, сіз кеше ойында болдыңыз, атмосфера керемет. Жанкүйерлер бірте-бірте жиналды, соңына қарай толды ғой енді. Ойын атмосферасы бар. Барлық бүкіл футбол менеджерлері, функционерлер жиналды, ойыншылар. Білмеймін енді. Не жетіспеуі мүмкін сіздің ойыңызша? Менің ойымша енді ең басты қателік сол алғашқы ойыннан басталды деп санаймын. Өйткені мұнда Еурокубок маусымында бізге әр ойын маңызды ғой. Біз білмейміз маусым басында неше ойын болатын, мысалы 3 ойын бола ма, 4 ойын бола ма. Сол себепті кез келген Еурокубок ойынына ең мықты құраммен шығу керек еді деп санаймын. Мәселен, сырт алаңда да егер Томасов пен Гребшилер ойнаған кезде гол соғатын мүмкіндіктер болар ма еді. Сол себепті өйткені Лозанна жас ойыншылардан құралған команда ғой. Біз оны тек тәжірибе арқылы алу керек еді. Өйткені біз Астананы білеміз, әрқашан тәжірибесімен нәтиже көрсетіп жүрген команда. Бұл жерде енді қарсыластың шеберлігі мен ойыншылардың деңгейімен салыстырсақ, әрине Лозанна өте мықты, және Астанаға осындай жас ойыншылардан құралған командалар өте ыңғайсыз. Біз аз Алкмарды білеміз кезінде ойнаған. Оған қарағанда Астанадай тәжірибелі бір ойыншылардан құралған Яблонец, Рен сияқты командалармен ойнаған тиімдірек пе деп санаймын, жаңағыдай тактикалық жүйеде. Тактикалық жүйеде ойнайтын. Бұл жерде жеке шеберліктермен ойнайтын командалар Астананың қорғанысын қайта-қайта бұзып өтіп жатты, және ешқайсысы шаршамайды. Ана жас футболшылардың тағы бір шешуші сәт екінші ойында да қорғаушылардың қателігі болды. Осы 2 голға да мен айтамын қорғаушылардың қателігі деп. Кеше бір Астананың жанкүйерлері бір төрешінің бір-екі шешіміне де наразы болып жатты. Енді оны бірақ бір қатты талқылайтын нәрсе емес сияқты, кәдімгі ойын бойынша бір төреші аса қатты ойын картинасын бұзбаған сияқты. Анау жаңа кім айтқандай, Мұратбек айтқандай, Диара деген мысалға футболшы қалай өтіп кетті енді, былайша айтқанда өте бір баланың қателігі болған сияқты. Анау енді Қазақстан чемпионатында үйтіп қорғаушылар қателік жібермейді ғой. Сол енді келесі жылы Диараны мен Астанада күтеміз, өйткені Астана өзі Астананы осындай келесі кезеңге өткізбеген, немесе Астананың қақпасына гол соққан ойыншылар Қазақстанға келіп жатады ғой. Гребши келді, Камара келді. Енді сол жаңа Диараны күтеміз. Жақсы. Мына жерде Бабаян жайлы кеше өздеріңізде диалог болған екен. Біраз азаматтар Бабаян неге осы үнемі қорқақ футбол ойнайды деп айтады. Құрамы жақсы ой, керемет орындаушылар бар ғой дейді. Мен бұл жерде екінші ойын айтып тұрған жоқ, үнемі бірінші ойындарды сөйтіп ойнап шығады дейді, барлап. Келісесіз бе осыған? Иә, келісемін. Енді бұл әрбір бапкердің несі ғой, стратегиясы ғой. Біз Бабаянды мықты аналитик, стратег, тактик екенін білеміз. Бұл жағынан шүбә келтірмейміз. Оның тәжірибесі де бекер Ресейге барып, жаңағы ЦСКАның қосалқы ассистенті бар ғой, енді бас бапкердің ассистенті болған жоқ. Жоқ, негізі бірінші ойындағы тактикасы дұрыс, негізі. Бес қорғаушымен ойнаған, өйткені Лозан, бұл андай жаңа Мұратбектің сөзіне қосылып кетейін, андай команда ғой, бапкері ойыншыларға еркіндік береді. Финтқа барасың ба? Бар. Алға жүгіресің ба? Бар. Жүгір. Тебесің ба? Теп деген секілді. Сол командаға қарсы 5 қорғаушы қойып, ортаны күшейту, бұл негізі жақсы тактика. Сол Швейцарияда бір 0-0, 1-1 есебімен барып, Астана аренада өзінің футболын көрсетіп, жаңағы синтетикалық алаңда ұтып кетеміз деген. Бірақ бұл футбол. Жаңағы индивидуалды тұрғыдан қорғаушылардың, жартылай қорғаушылардың қателігі болып кетті де, оны да мойындауымыз керек. Ерден, мысалы, кеше Бабаян бұл жеңілісті мойындады және өзіне алды бас кінәні. Енді бұл жерде мен бір сұрайын дегенім, әдетте Бабаян бірнеше баспасөз мәслихаттарында естіп тыңдап қалған едік. Бір команда кейбір ішіндегі ойыншыларға көңілім толмайды. Олармен жеке сөйлесем, неме олармен неге сөйлесу керек деген сияқты бір мәлімдемелерін жиі естіп қалатынбыз. Қазір қандай атмосфера команданың ішінде? Әлде бар ма мүмкін сондай бір факторлар, бір химия болмағаннан кейін дәл осы Еврододаға әсер етті ме екен? Ертең және алдағы чемпионатта да сол фактор ойнап кетпей ма? Мысалы, соңғы мәреге келген кезде қазіргі таңда Бабаянды мойындайтын, мойындамайтын деген сияқтылар бар ма? Жоқ, мойындамайтын деген ойыншылар жоқ. Әрине атмосфера керемет команда ішінде. Әрине енді осы кешегі ойыннан кейін
көңіл-күйлері жоқ шығар, бірақ енді барлық сол фокусты ішкі чемпионатқа қойып, енді бірінші орын алуға тырысады ойыншылар. Сосын менде мынандай түсінбеушілік болды да, енді қақпашылар мәселесіне байланысты. Чемпионатта мысалға Мұхамеджан Сейсен көбірек ойын тұрды да, Еврокубок басталған кезде кім тұрды? Чондриш бастады, кейін ол жарақат алып қалды Молдовада матч, сосын қайтадан Мұхамеджан. Осы неліктен осылай өзгеріс жасады, мен түсінбедім да, өйткені чемпионатта дайындап келді, кімді? Мұхамеджан. Сосын бірден Зимбрумен ойынға Чондришті шығарды. Неге олай істеді? Ішкі чемпионатта меніңше Қызылжардан кейін сол жағдай болды ғой, школ кім қызы болды, 80 тұрды ғой деймін сол кезде. Сол ойыннан кейін алмастырды. Және қазір андай бар ғой тенденция Европада. Ішкі чемпионатта бір қақпашы ойнайды, кубоктарда бөлек басқа қақпашы ойнайды деген секілді ғой. Бұл жерде конкуренция тонус болу керек қой енді бәрібір. Ол да бар, білмеймін, енді бұл бас бапкерге оны сұрақты қойсаң, бұл сұрақты қақпашылар бапкеріне қойыңыздар дейді. Қақпашылар бапкеріне қойсаң не дейді ол? Анау жаттығуда өзі жақсы істеді, кубоктың алдында, чемпионаттың алдында жақсы болды бұл жерде енді айналып келді. Сосын қазақстандық ойыншыларға қатысты мәселе Астанада үнемі өзекті. Көп ұлттық құраманың ойыншыларын алады, басқа да чемпионатты көзге түсірген ойыншыларды алады, бірақ қосалқы құрамда отырады. Оның бірі мысалы Марат Быстров Ресейден келді. Мүлдем қазір алаңға шықпайды. Өткенде бір Тұранмен ойында бір рет чемпионатта алғашқы ойын ойнаған ғой. Қаншама қазір 20 тур өтіп кетті ғой, ол бірақ ойын ойнады. Мысалы ол ұлттық құраманың ертең қыркүйектегі негізгі қорғаушысы деген сияқты. Арман Кенесовті сол бойы ойнатпай Павлодарға жіберді. Ертең білмеймін неліктен осы жағынан енді әрине түсінікті, тәжірибелі ойыншыларға сенеді. Бірақ осы біз кімге Астанада болған жаттықтырушыларға осы жағы жетіспейтін сияқты. Стойловқа болды, оның осы қазіргі Бабаян болсын, барлығы біздің бір ұлттық құрамада жүрген қазақстандық ойыншыларды ойнатуға, жастардың бір потенциалын ашуға. Және ол Астанадан кеткен ойыншы басқа клубқа қосылып жақсы ойнап кетеді, команданың лидері болып кетеді. Мүмкін сондай шығар. Мысалы Бейсебеев кеше енді шығып жатыр, енді Сейсемей, Вараговский ғой негізгі құрамда ойнап жүрген. Қалғандары мысалы Марычкин ұлттық құрамадан кетті, негізі акцентті клубқа қоямын деді, бірақ клубта қосалқы құрамда отыр. Осы жағынан қалай жалпы іштегі жігіттердің, енді түсінемін, сіз қызметке байланысты бір қатты айта алмайсыз ғой, жеке былай көңіл күй қалай біздің отандық футболшылардың? Көңкелері керемет. Айлықтары уақытысында түсіп тұрады, керемет. Негізі бас бапкеріміз состав таңдағанда әрбір ойыншының құжаттарына, паспортына қарамайды. Бәрі ішкі конкуренцияға байланысты. Егер өз ойыншы жаттығуда өзін керемет көрсетсе, әрине бас бапкер оны негізгі құрамға қояды. Және бұл жерде ойыншылардан да сұрау керек қой, негізі неге отырсың деген сияқты. Бармайсың ба, потенциалыңды әлеуетін басқа жерде көрсету керексің деген сияқты. Астананың Сапар Қарымбаев деген жаттықтыратын екінші лигада командасы бар. Ол мысалы біз жаңағы солтүстік шығыс конференция лигасында вообще қарсылас штатпайды. Ұлытау кім деген сияқты Алтай деген команда 8-0, 9-0 мысалы. Яғни меніңше Астананың жастар командасында енді келе жатыр. Олар анау QG лигадан кейін бірден екінші лигаға өтіп кетті да, олар мерзімінен бұрын чемпион болу керек. Және жуырда академияның да шеті шыға бастады. Ол дұрыс, ол жақ дұрыс келе жатыр. Енді мына негізгі құрамдағы адамдар ғой бұл легионерлер. Соларды енді меніңше Арсен Ахметов деген сияқты шабуылшыларды біртіндеп құрамға да қосу керек деп ойлаймын. Өйткені келесі жылдан бастап елдегі қаржыландыру жүйесі легионерлерге деген өзгеріп келе жатыр ғой, саясат өзгеріп келе жатыр. Меніңше енді Астанада сол бір өзгерістерге дайын болу керек сияқты. Жақсы, енді бұл жерде мен ойыншылардан сұрау керек сияқты. Енді мысалы клубтың бапкер айтады да, неге барлығы жаттығуда көрсетті. Маған ұнайтыны алдым, маған результат керек, нәтиже керек. Нәтиже көрсете алмаса, мысалы, кімнен сұрайды? Бапкерден сұрайды ғой. Бапкер енді ойнай алмай жатқан, жаттығуда ілесе алмай жатқан адамды ойнатса, жеңілсе, бәрібір бапкер жауап береді, ойыншы жауап бермейді. Сондықтан бапкерден талап етілетіні ол нәтиже. Ол нәтижеге жұмыс істеп жатыр. Клубтың басшылығы керек деген адамдарды алып беріп жатыр. Алып беріп жатыр, бүкіл ұйымдастырып беріп жатыр. Мынау ойыншылар, енді ойыншыларда бір жеке эго деген болу керек қой. Мысалы сен жарайды, Астана дер кезінде айлығыңды беріп жатыр, бонусыңды алып жатсың, шүкір. Оған да тәубе деп отыра беретіндер бар. Бірақ сенде эго, сен ұлттық құраманың ойыншысың. Сен туралы халық көп айтады. Сен әлі де осы өз әлеуетіңді көрсеткен жоқсың. Сен жасың әлі зейнетті жасқа келген жоқ. Неге отыра бересің қосалқы құрамда? Басқа жаққа барсай, кетті ғой. Біраз Исламбек Қуат жеңіске барды да, қандай команданың лидері болып шықты. Дарабаев Тұранның қандай лидері қазір? Мужиков оқ жетпесте қалай тамаша ойнап жүр. Кеткендердің барлығы да мысалы.
солай неге істемеске? Ол сұрақ, ол жерде отырған кім? Абзал, ол жерде отырған Марат, ол жерде отырған Марочкин, тағы кім бар? Рамазан түсінікті, ол жокер ретінде соңына қарай. Кеше ол сценарий өтпей қалды, бірақ Рамазан шығарып еді, әдетте гол сап кетеді, саламай қалды. Бұл жерде енді Абзал түсінікті, осы жылы енді маусымда аяқтайтын сияқты осылай. Ол Астанада жүрген оған ыңғайлы сияқты бауырымыздар. Енді ол карьерасын осы Астанада аяқтайды деп ойлаймын, өйткені ол Астана клубы ашылғаннан бері жүр. Енді жаңағы сұрақ сол Марочкин мен кімге деп ойлаймын, бірінші кезекте Быстровқа деп ойлаймын. Быстров мысалы ертең Уэльспен ойнаймыз ұлттық құрамада, әлі жүр қосалқы құрамда. Сосын егер Томасов кетпесе, кімге тағы бір маусым қалатын болса, Томасов Нұралы жақсылыққа команда ауыстыру керек деп ойлаймын. Өйткені оның потенциалы жоғары екенін байқатты турамный матчта. Ол жаңа Томасовтың негізгі конкуренті ғой, енді сол позицияда ойнайды. Сондықтан оған бір басқа командаларда, чемпионаты басқа командаларда өзін жастарға енді ойнау керек қой негізі алаңға шығып. Жақсы. Енді бұл жерде Астана мәселесін Еврододадағы талқыладық. Әрине біз шыны керек 100% өтеді деген жоқпыз Астананы. Қауіп болды және қауіпіміз іс жүзінде жүзеге асты, өткен жоқ. Ендігі басты олардың мақсаты чемпиондық. Чемпиондықта енді соңына дейін марафонды аяқтау керек. Оның қарсыластары сол Қайрат, Тобыл, сол үшеуі қалды ғой. Менің ойымша, одан кейін Ақтөбелерді болған сияқты енді. Әлі ерте оларға жарты жолдан жете алмай қалды финишке. Әлде мүмкін бе әлде Ақтөбенің қосылуы? Елімай шығар Ақтөбеге қарағанда. Жақсы. Ертең Елімай мен Қайраттың ойынын көреміз. Ертең рахмет сізге деп шығарып тастаймын. Қалжың әрине біз келесі экранға берсеңіздер суретті. Бұл бізде Қайраттың ойыны. Енді Қайрат қазіргі таңда ел аузында. Кеше мен Қайсар Рауфұлымен де сөйлесіп жатқан ғой, Нұрсұлтан дейді. Қайратты айта беріңіздер. Қайратқа біз тілекшіміз, қолдаушымыз, мақтаған. Ол барлық мақтау жарасады. Әрине іште бір қызғаныш болады дейді. Бірақ енді өмір ғой, бірде былай, бірде басқаша деген. Қазір Қайраттың дәуірі жүріп тұр дейді. Қайрат қазір енді ертең Чемпиондар лигасының әнұранын Алматыға алып келеді. Селтикті алып келеді. Селтик бұрын Алматыға келген 93 жылдар айтып өтіп қалдында бір мұнайшылар кубогіне келген. Одан кейін мінекей екінші рет келіп отыр. Чемпиондар лигасының әнұраны. Селтик біріншіден анау қонақта ойнаймыз. Бек, сіз не ойлайсыз жалпы осы матчта не күтесіз? Әдетте біз шотландиялық Селтикпен өз алаңымызда бірінші ойнайтын едік. Жақсы нәтиже көрсетеміз де, Шотландияға барған кезде оң бой ұтылатын едік. Қай команданы алып қарасақ та. Бұл жолы кішкене жеребе басқаша. Біз бірінші қонақта ойнаймыз, артынша Алматыда қабылдаймыз. Бұл әсер етуі мүмкін бе? Астана бір рет ойнаған, сырт алаңда Мокин тұрып 5-тен ұтылып, сосын Астанада 4-3 есебімен жеңгенбіз. Енді Шахтердің практикасында бірінші ойын Астанада болды да. Енді Қайрат биыл мен ойламаймын, Қайраттың ең үздік құрамы ойнап жатыр деп. Өйткені Қайраттың қазіргі ойыны бұрынғы жылдардағы ойынына деңгейінде емес, бірақ жігіттердің мотивациясы жоғары. Сосын Қайрат қазір тактикалық тұрғыда өте сауатты ойнап жатыр. Әсіресе өз алаңдағы матчтарды қалай да болса жеңіп жатыр. 3 ойынның 3-інде жеңді осыған дейін. Енді 4-ші кезек Селтик бұл жолы бастысы енді жаңағы бұл біздің қазіргі қазақ футболында үлкен үміт күтіп отырған Дастан үшін де бір жарнама болады деп ойлаймын. Ол үшін де бір мүмкіндік алады деп санаймын. Чемпиондар лигасының жаңағы әнұраны орындайды. Британиялық командамен ойнаймыз. Жаңағы батыс басылымдарының көзіне түседі. Өйткені ол жаңағы Челсидің алдында келісімі бар футболшы. Сондықтан жақсы матч күтеміз. Астанаға қарағанда бұл жақта ұлттық құраманың біраз жігіттер ойнап жүр. Міне суретте тұрған Еркін Тапалов негізгі құрамда ойнайды. Сосын қазіргі маған Қайраттың қорғанысындағы жігіт тәжірибелі футболшылар ойнайды ғой. Беларусь құрамасының капитаны Мартинович кеше пенальтиді өте сенімді орындады. Егор Сорокин биыл жақсы нәтиже көрсетіп жатқан сияқты. Басқа Қайратта бұрын шабуыл шебі мықты болып, қорғанысы көбіне осындай селдіреп ататын еді ғой. Қаншама матчтарды білеміз. Селтикте селдіремесін деген керемет сөз екен. Иә, Селтикте селдіремесін. Келттерді енді келтіру керек. Тәубесіне келтіру керек. Сөз ғой. Соттан енді таптап өтеді. Бұл жақта да жаңағы бір футболшы бар екен, Селтикте осы Қазақстанға үнемі келіп тұратын. 3 рет па келген екен ғой? Орталық алаңда ойнайтын, Форс, Сондықтан енді оны тағы бір күтеміз. Бұл жолы енді басты сұрақ кеше әлеуметтік желіде жазылып жатыр. Құрбандық шалынама деген. Өйткені кезінде Шахтердің матчында Селтик келгенде біраз қорқыттық қой. Сондықтан енді сондай ырымдар тағы бір жасап. Ораз Бақтин мырза, Рафаэль мырза енді өз Алматының тумасы ғой. Ораз Бақтин тегі.
Кумуков мысалы ол да қазір Қайсарда да құрбан шалады екен, қой сойдырады екен, сондықтан Оразбақ Мырзаға да бұл жақсы лайфхак деп ойлаймыз. Иә, жаңа Желоның концерті өткен алаңда бір құрбандық шалып жүрсек болады шығар деп ойлаймын. Жақсы. Не ойыңыз, Мұратбек, мына ойында енді мен бір қорқатым анау, осы Шотландияның өзінің алаңында ойнаса, Селтик алыстан бағыттау бір қат жүгіріп көте ма, әлде трансляция солай түсіре ма, білмеймін, жанкүйерлер 60 мың адам отырады ма стадионда, и біздің жігіттерге бір ауыр баяғыда Шахтер есінде ма 2-0 жеңді, ана жаққа барып дым ойнамай қалып еді, бір 3-0 болып кетті. Селтиктің алаңында Сіз болдыңыз ғой? жоқ, ол стадионда болмадым. Селтикте ойнау қиын, кез келген команда үшін қиын, тек қана қазақстандық емес, өзге бәрімен жақсы ойнап көрсетеді. командалар. Біз білеміз, кейде Селтик, Рейнджерс дегендер топтық кезеңде мына Еуропаның ең Барсаларды ұтып кетеді екен. беделді командаларын ұтып тең түсіп жатады. Сол себепті ол жақта ойнау қиын. Дегенмен басымдықтарды айтып өтейін. Біріншісі енді Селтик жаңа маусымға енді кіріп жатыр. 1-0 ұтқан бір команданы. 2-0, 1-0 сонда. Енді бабына енді кіріп жатыр Селтик. Екіншіден бірінші ойын сырт алаңда өтеді. Бұл да бір басымдықтың бірі. Үшіншіден Қайрат командасы біз шабуылдаушы команда ретінде жақсы білеміз да. Дегенмен осы статистикаға қарасақ, осы ойындарда қорғаныста да өте сауатты ойнап жатыр. Осыны әрі қарай жалғастыру керек деп ойлаймын. Кубспен сияқты қайталанбау керек. Иә, Кубспен сияқты қайталанбау керек. Алғашқы ойынға негізгі шешуші ойын сол алғашқы ойын болады ғой. Сол себепті екінші ойынға бізге бұл керек, екінші мүмкіндік қалдыру керек екінші ойынға. Сол себепті бірінші ойынға бар күшті салып, мен қателеспесем Громыко қатыспауы мүмкін. Қатыспайды деп жатыр. Алғашқы ойында. Сол себепті басқа да ойыншылар бар ғой, енді Қайраттың құрамы жақсы. Кейде кеше Астананы қарағанда екінші таймда кім алаңға шығады, кім құраманы күшейтеді деген кезде бір сұрақтар болады. Ал Қайратта енді ондай көп мәселе жоқ, өйткені ойыншыларды 60 минуттан бастап ауыстырып ойната береді. Жалпы ойыншылар бар ойнайтын. Маринскийді мысалға Топаловты ауыстырып, орындарын, позицияларын ауыстырып ойнай береді. Ең бастысы мына негізгі ойыншылар жарақатсыз келсе, осы екі ойынға жарақат дейді ғой, Заря жарақат дейді. Мата жарақат. Енді микротравма дейтін кез келген ойыннан кейін болады ғой. Ең бастысы ірі жарақат болмаса болды. Өйткені ойынға дейін әлі біраз күндер бар. Шағын жарақаттарды ол дәрігерлер емдеп шығарылады, ойынға дайындай алады. Ең бастысы бұл ойыншылардың, негізгі ойыншылардың ойыннан тыс қалмауы септігін тигізеді деп ойлаймын. Және де алда енді Сатпаев бар, Жоржиньо бар, бұлар да допты алда ұстап, қарсыластың қорғанысын жаңағыдай үнемі өздерін бәсеңсуіне жол бермейді да. Үнемі оларды қысымда ұстап отырады. Енді тағы бір айта кететін жайт, мына қорғаныс деп жатырмыз. Мартинович негізі осы қорғанысты реттеп отыратын ең тәжірибелі ойыншы. Барлығы соған қарап ойнап отыр. Мысалы Топаловта, Сорокинда ол өзінің жаңағы барлығын қателіктерін түзеп отыр Мартинович. Сол осы Мартиновичтің көп еңбегі бар негізі. Және де осы Мартинович 26 тамыз күні туған күні екен өзінің. Дәстүр болды ғой, өткен Сәтпаевтың туған күні болды. Сол сияқты бір сондай дәстүрлі туған күнде ойнаған кезде барлығы Маринскийдің туған күні болды. Сондай бір шешуші ойын, дәстүр солай жалғаса берсін. Алматыда, Алатаудың бөктерінде сол Селтикті ұтып Чемпиондар лигасына шығу керек деп ойлаймын. Өйткені Астанада біз Чемпиондар лигасының топтық кезеңін көрдік. Енді сол Алматыға да келу керек, заңдылық сондай. Және де біз Селтиктен ұтыла бермей шығармыз. Енді Еуропада ойнап жүргенімізге бір 20 жылдан асты. Селтиктің да бір серия бұзылатын. Жоқ, мен твай деп қояйықшы. Қайрат биыл қатты жолы болшы. Жолы болғыш командалар Чемпиондар лигасына өзі өтетіндей көрініп тұр ғой енді. Мықтыларға ғана жол болады дейді ғой негізі. Кемі екі топ клуб келеді екен биыл. Жалпы қазір өзгерді ғой, формат өзгерді. Бұрындары кезінде біз Астана Чемпиондар лигасына шыққанда осы отандық жанкүйерлер Реалды, Барселонаны, Баварияны көргісі келген кезде енді Атлетика түсті ғой. Ең топ клуб деген Бенфика, Галатасарай болды. Ал биыл ондай емес. 8 командамен кездесетін болғандықтан 4-еуі өз аламызда ғой. Сондықтан сол командалардың арасында кемі 2 топ клуб Қазақстан қарсыласы. Олар енді анау бүкілін Алматыда ойнайды ма, әлде күн суығаннан кейін Астанада өтіп кете ме? Біздер Чемпиондар лигасы кетіп қалдық қой. Евролига шыққанда да дәл солай болды. 8 ойын болады. 8 ойын болады. Жоқ, түсінікті ғой. Бірақ басында сен Алматыда ойнайсың ғой енді. Артынша сен қаңтарда сен Алматыда ойнамайтын шығарсың. Қаңтарға дейін бармайды ау? Барады. Соңғы 2 ойын қаңтарда болады.
қаңтарда білмеймін соңғы енді. 2 ойын сырт алаңда дейсің ғой. Иә. Мүмкін солай да істеуі мүмкін ғой, соңғы 2 ойынды сырт алаңда. бірақ ол UEFA кестесіне сәйкес келмеді. Тағы бір мені қуантқаны, біз енді осыған дейін жаңа Астана болсын, Шахтер болсын, Қазақстан командалары тек жасанды алаңда ғана ойнап Еврокубокқа шыға алады деген бір қасан қағида болды. Осы Қайрат соны бұзды деп ойлаймын. Осы жолы кем енді Европа лигасы, қазір енді Европа командалары бұндай алаңдардан бас тартып жатыр ғой, жасанды алаңдардан. Сондықтан біз табиғи алаңда ойнай алатын, көрсете алатын бір командамыз бар, оған да қуаныштымын. Бірақ Алматыға енді Англия келген бұрындары. Қаншадан қанша ұтылдық біз? Құрама ма? Иә. 4-0. 3-0. Демек, оларда енді табиғи төсеніште ойнай алады. Тау. Бірақ енді бұл жердегі ол ағылшын ұлттық құрамасының деңгейімен Селтиктің деңгейін салыстыруға келмейді. Абердинді ұттық мысалы. Иә, таудың қысымы бар деген тағы бір фактор бар, иә? Негізі бұл енді Қайрат басшылығының арманы ғой. Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өту. Міне арманға дейін. Топтық кезең тұрмақ, өткенде Боранбаев мырза сұхбат беріпті. Мен осы өмірімде чемпиондар лигасын жеңгенін көргім келеді деп айтыпты. Кие сұрасаң бие береді деген осы. Жоқ, бұл жерде енді мен Мұратбекпен толықтай келісем, бірінші ойында абдырап қалмауымыз керек. Өйткені Селтик енді ағылшындық команда. Не істейді олар? Олар Қапталға допта келеді. Навес жасайды, ол жерде енді үлкен ұзын нелері бар, шабуылшылары Сорокин мен Мартиновичке өте көп байланысты. Меніңше Селтиктің ойыны Қайратқа келетіндей секілді. Ана жақтан Мрынский болу керек па, Тапаловтар болу керек па? Мрынский мысалы үлгереді ол. Сол екеуін де шығаруға болады ғой, өйткені бұл жерде интенсивті футбол болады да. Бұл жерде ең бастысы жаңағы алдағы шептегі Сатпаев, Зария шыға ма екен, Жоржиньо деген жігіттердің физикалық тұрғысында. Өйткені олар алдыда да, артта да біздің жігіттер. Ең бірінші ойында артта көмектесу керек. Өйткені бұл ойында біз 1-0 кемінде 2-1 ұтылсақ, мүмкіндік қалады, және Алматыда кез келген сценарий болуы мүмкін. Ортадағы Глейзер, Арат дегендерге де көп нәрсе байланысты. Иә, байланысты ортаға. Сол осы тактиканы біледі ғой, Қайрат басшылығы да осыған дайындалып отыр, жаңағы Оразбақти мырза да оның барлығын біледі. Сол себептен бірінші ойында абдырап қалмай, және Купспен қайталанбаса екен, сол бір тіпті тең есеппен ойнап кетуге болады. Өйткені Селтиктің соңғы ойындарына қарасан, және құрамына қарасан, жапондықтар бар екен, 3 жапондық жігіт жүр. Бізге таныс Брендон Роджерс мырза, бұл бас бапкер. Оған да сұрақ қойған, негізі Қайраттан қай жерден қауіптенесіз деген кезде, ол енді менсінбейме, білмеймін, мен қауіптенетін тек қана бір нәрсе бар. Ол Алматыға деген логистика дейді. Олар чартермен ұшып келе ме әлде? Чартермен шығады ғой. Біздікілер де чартермен барады ғой енді. Соны айтып отыр да, өте ұзақ баратын жол, біздің жігіттер шаршауы мүмкін. Мен Қазақстан туралы естідім деп айтты да, мені қынжылтатыны, мен алаңдайтын дәл сол. Мен осы футболшыларыма сенемін, біз өтуіміз керек деген. Жоқ, ол жерде ол алаңға мін айта алмайды, алаң сапасы жақсы, ауа райы қатты суық емес, баяғы Астана келгендей Челси ондай емес, әдемі уақытын айтып тұр ғой, негізі шу уақытын. Біз де ұзақ барамыз ғой Британияға. Енді олар біз үйренгенбіз ғой, олар үйренбеген. Сол себепті осы бірінші ойында біз өте тиянақты жаңағы керемет тактика құрып қойсақ, осы бір ойынға меніңше Қайрат өтіп кететін секілді. Онда оның барлығы Елмаймен ойында белгілі болады. Елмаймен ертең ұпай беретін ойын бола ма, әлде ішкі чемпионатта маңызды деп, сол барлық кеше Словонда 180 минут па, қанша минут ойнады өзі? Бұл жерде мен ойлаймын, Қайрат 120 минут ойнады ғой. Иә. 210 минут ойнады ғой. Сондай ойнаған Қайраттың екінші құрамдағы отырған ойыншылары да жақсы ғой. Жоқ, ертең Грамотка шығады мысалға. Ол ойнамайды. Анарбек қақпаға тұрады. Ұлытаумен матч бірақ сәл қиындау болды. Қайсармен де қиын болды. Қайсармен тең ойнады, Ұлытауды әрең жеңді мысалы. Ертең Елімай келеді, Оразов пен Кенжебектер мысалы. Ол мына чемпиондар лигасы тұрған кезде 3 ұпай меніңше оны қарастырмайды да. Оны бір кәдімгідей бір керемет ойын, Елімайға қарсы ұтуымыз керек немесе ұтылуымыз керек, тең ойнауымыз керек те ешкім оны санап тұрған жоқ та. Олардың барлық ойыны сол Селтиктегі ойын деп отырмын негізі. Ертең жастарды шығарса да бәрібір меніңше Қайрат ұтыла ма, халық та кешіреді, журналистер де кешіреді, және басшылық та түсінеді де кешіреді. Бәрібір ертең ойын. Елімай тыңғылықты дайындалып жатыр. Сосын жаңағы Оразбақтинға соңына дейін мүмкіндік беріп жатыр. Кім басшылары, өйткені былтырғы чемпиондықты алғаннан кейін Оразбақтин енді Европада чемпиондар лигасына ертең жарай ма, команданы бастап шыға ала ма деген сұрақтар болды. Шетелдік бапкер әкелу керек деді, бірақ Қайрат Боранбаев мырза өзінің позициясына тайған жоқ. Енді отандық маманға үміт артты. Академияның бағдарламасын толық меңгерген бапкерге мүмкіндік берді. Ол сенімді ақтап жатыр. Бұл жерде ұмытпау керекпіз. Қайрат енді ұтылса да Европа лигасында мықты командалар бар. Оның өзі 8 ойын ғой мысалға. Оның өзі тәжірибе. Осының алдында біз мысалға Купста бірінші ойнан кейін, жарайды енді конференция лигасы топтық кезіне шықтық деген бір ой болды ғой. Қазір Европа лигасы. Рома бар.
Фиорентина деген көп күшті командалар бар жаңағы. Англиядан бар. Ноттингем Форест дегендер бар мысалға. Сол себептен бұл жерде енді қайрат қазір біздің елімізге, біздің жанкүйерлерімізге нағыз футбол мейрамын қазақтар футбол ойнай алады. Қазақтар да академия салып, сол Дастан Сатпаев секілді жастар шығарылады дегенге кейстің нағыз мысалы. Осының енді біз бәріміз алып кетіп, қайратқа бүкіл ел боп, жер боп несеміз бірақ енді жазда келген трансферлері аса қатты ұнап атқан жоқ маған. Негізі кім Сантана мен Жоа Пауло болғанда одан да жақсырақ болып кетуші еді. Енді бірақ бұл жерден сол жігіттер емес, өзіміздің Дастан Тапаловтарында бірінші айналымда. Гадрани қашан шығады? Гадрани шықпайды ол. Ол заявкада бар ғой қазір. Бар. Ертең Елімайға қарсы шығады. Мүмкін шықпалады. Жоқ, Еркін Тапалов. Мен Еркін үшін өте қуаныштымын. Маусым басында ұлттық құрама шақырған кезде Еркін, ойбай, ағаш, не керек, шақырмаңдар. Міне, Чемпиондар лигасында керемет ойын ойнап жүрді. Ертең ұлттық құрамаға да бұл жігіттің Инсайд 4 ойыншыға шақыртып алатын. Қайраттың сапынан. Кім? Білмеймін, жалпы 4 ойыншы. Еркін Тапалов, Зарусский, Қасаболат, Мырынский келмейді. Мырынский жастар құрамасына келеді ше. Қасаболат меніңше өте, міне, Дамирдің ойынын қараңыздаршы, 4 ойыншы. Міне, осы 4 ойыншы. Сондықтан жақсы ойын күтеміз. Мырынский маған ұнап жүр. Өзі Ақтөбенің жігіті болғанмен, бірақ Қайраттың академиясы. Сосын жарақаттан кейін кім Садыбек бабына келе алмай жатыр, Жоқ, Садыбековке сенбей жүр ау деймін. Сол Оразбақтың енді ол бапкерді түсінуге болып, мысалы Бабаянды да кейбіреулер түсінбейді ғой, неге анау отыр, анау отыр. Енді Оразбақтың да ойы бар. Ол Садыбековке сенбейді. Ертең мысалы Елімайға қарсы матчтар сондай мүмкіндіктер. Бірақ енді ол шынымен де мен Оразбақтың шешімін қолдаймын, өйткені ол алаңға шыққанда да әлі ештеңе көрсете алмай жатыр. Былтырғы бабында мысалға анау ұлттық құраманың Люксембургте гол соқты ғой, сол кездері өте жақсы болды. Садыбеков туралы қосып айтайын, енді ол ауыр жарақатынан кейін енді бабына келіп жатыр ғой, оған уақыт керек. Ол дайынмын дейді. Негізі ол дайын. Жоқ, енді ол физикалық тұрғыда дайын болғанмен, ол енді психологиялық тұрғыда мындай шешуші ойында, техникалық тұрғыда, ол сен тапсыра алмайсың ғой. Бұл жерде сенде Арат пен Глейзер тұр ортада. Енді оның уақыты келеді. Егер топтық кезеңде ойнайтын болып жатса, интенсивті ойындар көп болады. Сол себепті Садыбековке де әлде мүмкіндік беріледі. Және ол дәлелдей алады деп ойлаймын. Ең бір қуантатын жайт та андай, бізде қазан айында аяқталады ғой чемпионат. Бірақ футболды біз Қайрат арқасында көретін боламыз. Алматыға көшеміз деші? Алматыға көшеміз, Либо Қайрат көшеді. Немесе Қайрат Астанаға келеді. Астана. Ертең сізге кешірім сұраймын, сізді Астана туралы алшақ. Жалпы биыл енді Астананың Қайраттың ойынын сіздер бірінші турдан бастап көрдіңіздер ма? Дастан Сатпаевтың голынан. Жалпы қазір басты бәсекелес қой енді ішкі чемпионаттағы. Клубтың жетекшілері де әрбір жеңіс сайын жеңісімен құттықтап тұратын көреміз. Өте керемет. Бірақ не Қайрат тарапынан болмайды сондай? Сіздер сұрамайсыздар ма, неге Қайрат құттықтамайды деп Астананы? Жоқ, ондай сұрақ бізде туындайды. Негізі ішкі чемпионатта біз қарсылас болсақ та Еврокубок кезеңдерін бір-бірін қолдап жүреміз әрқашан. Дегенмен осы жылғы Қайрат жалғыз клубымыз қалды Еврокубок кезеңінде. Сол үшін Қайраттың ойындарын көріп, Қайратқа бірге жанкүйер боламыз. Астанаға тиімді ғой Қайраттың Еврокубокқа шыққаны, өйткені көбірек ойын болады да, бір-екі ойындарға бір андай бір ротация болады ғой. Сондықтан бұл ұпай жоғалтып, чемпион болып кетеміз деген ой бар шығар Астанада. Сол үшін біз қуанамыз. Сол үшін құттықтаймыз оларды. Жақсы. Енді мен бір ойым, бір бейне құттықтау жасса деп ойлаймын. Мәтінде емес, жеке өзім ойым, сол кезде бір әдемірек өтеді сияқты құттықтаймыз деп. Чемпиондар лигасы топтық кезеңі. Иә, топтық кезең, бейне немесе бейне құттықтау әдемі ғой. Эффектілі әдемі. Григорий Константинович тұр ма? Құттықтаймыз деп та. Григорий Константинович ол ұтылған кезде шығатын кісі. Жеңген кездегі кісі бізге құттықтау айтса әдемі болады бейне нұсқада. Әдемі, керемет. Енді бұл жерде тағы біз бір қызық, кешегі чемпиондар лигасы дейміз. 6 ойыншысы ойнап тұр алдында, мысалы, 4-еу былай шығады, 2-еу қосалқы құрамынан шығады. Өте керемет, мысалы Қайраттың ойындарына қарайтын болсақ. Сондықтан ертең Алматы елестетіп тұрмын мен. Алматы чемпиондар лигасының әнұраны, ортада анау не дейді оны қазақша? Сіздер комментатор сөздігінен білетін шығарсыздар. Не дейді ортадағыны алып шығатында? Ту. Чемпиондар лигасының логотипі бар. Ту ғой? Да, чемпиондар лигасының туы, әнұран, аншлаг, әдемі. Жаңбыр жаумаса екен дейміз, өткен британ командаларымен жаңбырда ойнап. Сосын Ермек Серкебаевтың Алматы әні. Ермек емес, ол жерде Төреғали ма қазір? Алматы ең алғашқы махаббатым. Жанкүйерлер оралды. Ол жерде және ертең осы жолы Британияда жанкүйер көп көлем екен. Әдетте олардың медиасы өте мықты. Кезінде Шахтермен ойында 40 журналист келген Астанаға. Иә.
ондай біз Қазақстаннан ондай барып көрмеген шығар, қырық журналист. Ары кетсе 10 журналист барған Қазақстаннан. Тарихында. Ұлттық құрамамен бар. Ұлттық құрамамен. Клубтармен мүлдем бармайды. Мүлдем Астанамен биыл барды ма мысалы? Астанамен барған жоқ, Ешкіммен Қайратпен де барып жатқан жоқ биыл. Енді Ақтөбемен Селтикке барды. Ау? Ақтөбемен барды ғой деймін, бір-екі журналист. Местный, өздерінікі. Ол да бір насихат қой негізі. Сіздерде де енді келесі жылы, енді биыл демей ақ қояйық, енді биыл болды ғой. Келесі жылы болу керек сияқты, әдемі болады деп ойлаймыз. Алып бару керек журналистерді. Шетелден келген командаларын қарап отырсаң, кәдімгідей камерасын алып, 10 шақты кешеде пресс-конференцияда 5-6 адам отырды мысалға. Швейцарияда. Өздері сұрақ қойып, мәз болып. Ертең ағылшын жанкүйерлер көп келе ме екен Алматыға? Ұшып келе ме екен? Селтикке көп келеді деп ойлаймын. Мен білетінім Қазақстан ұлттық құрамасы Уэльспен ойнайды қыркүйек айында. Сол кезде 1000-нан астам Уэльс жанкүйері келеді деп ақпарат. Өтінім ба? Енді Алматыға көп келеді, сондай-ақ Селтиктің Қазақстанмен шекаралас көрші елдерде де жанкүйерлері бар ғой. Қазақстанда бар ғой жанкүйер. Қазақстанның өзінде бар. Қазақстанда Селтиктің бір жанкүйері бар еді баяғыда. Білетін шығарсыздар, оны Шахтермен матчта отырғанын бір фотосы үлкен хит болды. Сол жанкүйер келе ме екен, шыға ме екен деп күтіп жүрмін, шыны керек. Ол да бір медиа неден нарықта бір жарнама ғой. Осы мен ерден осы жерде тұрған кезде сұрап алайыншы. Кеше Лазана келген кезде бір қазақ жанкүйерлері күтіп алып жатты. Ол кәдімгідей Лазананың жанкүйерлері ме әлде елшіліктің қызметкерлері ме, кімдер олар? Менің ойымша бұл жай жас балдар сияқты қарсыласын жейдесін сұрап алатын, сөйтіп күтіп алатын жас балдар ғой. Андай танымал ойыншыларға, Арсеналдың ойыншысы бар. Ойыншылар жоқ қой. Арсеналдың ойыншысы бар ғой. Сондай бақылап жүретін жалпы әлемдік футболды балалар деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан құрамасының ойыншылары да жалпы барып жатқан кезде жалпы футбол жақсы көретін адамдар, олар мысалға Сатпаевты нені күтіп алып жатады. Сол себепті ол балалар ода тұра ештеме жоқ деп ойлаймын. Енді бұл жерде Оразбақтың жайлы айтып өтейік бағдарлама соңында. Неге осы бізде әрбір ойынның алдында Оразбақтың кетіргісі келеді, мысалы, басқа бір бапкерлерге, Карповичқа келеді. Бұл мәселе, сосын Оразбақтыңге. Басқаларда ондай мәселе. Мартин туралы біреу айта ма мысалы? Айтады. Жоқ, бізде андай нәрседе шетелдік бапкер болса, қазақстандық бапкер не қоймайсыңдар дейді. Қазақстандық бапкер болса, неге жақсы шетелдік бапкерді алып келмейсіңдер дейді да. Бұл жерде енді білмеймін, біздің бақ өкілдері, біздің жаңағы жанкүйерлер, әрбір клубтың өзінің стратегиясы бар, әрбір клубтың өзінің мақсаты бар. Айтылмейінше ол айтыла береді, бастысы жаңағы солай өзінің клуб басшылығы, Астана клубында басшылығы мысалы позициясын өзгертпейді ғой Бабаянға деген. Бабаян кеше 10-дан өртіліп қалса да мен оны алып тастайтынына ешқандай сенбейсің де, сол сияқты болу керек деп ойлаймын. Кейбір клуб басшылары болады, әлеуметтік желілердегі пікірлерге қарап, шешім қабылдап, әйтеуір бірдененің жұртты алдарқатудың амалдарын жасайды. Ол анандай ғой, мысалы, кеше Вайс келеді Қайратқа деді, одан кейін Вайс тіпті ұлттық құрамаға келіп жатыр да. Вайс ол солтүстік Корея деппін ғой. Словакияда отбасы бар, бала-шағасы бар, тұрады сол жақта мысалы ше. Ол кеткісі келмейді ол ешқайда. Соны бізде біреу әшейін бір 150 бір оқырманы бар, бір телеграм сөйтіп өтірік жазады, оны алады да сары пресса ғой. Анан шығарады, түбі барады да, бір үлкен пабликтерден бірақ шығады да. Ол үлкен пабликке мынау не сұмдық дейсің ғой, не деген аналитика мынау дейсің, ана жақ айтты ғой дейді. Түбін зерттеп барсаң, әшейін біреудің сандырағы да мысалы. Енді ол не ғой? Сіздер ма жазған байсың? Қойсаңыздар, сондай нәрсе. Кезінде Реал Мадридке ауысады деп. Жоқ, енді ол не ғой? Ол мысалы әліпті біз көргіміз келетін нәрсе ғой. Енді бізге бір шетелден біреуді шақыру, және алып қашпай. Жоқ, жаңағыда айтайын деп жатқан сөзім ол емес. Жаңа кім? Ақтөбе мысалға Марат Қайроллинді алып келді, қазір бүкіл үміт үзілген кезде ол тәжірибесі жоқ маман спорт директоры мысалы, осындай шешімдер түсінбеймін мысалы мен көп жағдайда. Ал жаңағы біз деген Астана Қайраттар ол жағынан енді әсіресе Астанада скауттық жұмысқа мен жоғары баға беремін. Өйткені көбіне сербиялық агенттермен жұмыс істейді, сербиялық футболшылар келеді. Астананың трансферлері басқа клубтармен салыстырғанда жаңа сәтсіздіктері аздау ғой. Және өз командалардың ол жақтағы лидерлерін тартып алады ғой. Мысалы, Грипши деген ол кәдімгідей ана жақтағы өзінің командасында ойнап жүрген көшбасшы ойыншы. Оны кәдімгі агенттермен жүріп, былай алып келді да. Қайраттан негізі Жоржинаны алып келді өзінің сол Люксембургтың командасы. Бірақ оның басында күмәнданып еді негізі дегенмен қазір Жоржина чемпионаттағы да Еврокубоктағы біздің бір лидерлердің бірі ғой. Сосын Эдмилсонды неге жамандай берді, мен соны түсінбеймін. Эдмилсон деген Қайраттағы алдыңғы шептегі бүкіл қара жұмысты істеп жүрген, Дастан Сатпаевтың жолын ашып беріп жүрген, қорғаныста да кеше қаншама қорғаныс
пайдаланып жүрген ойыншы. Ондай типтегі ойыншылар бар да. Жоқ, негізі Эдмилсонның басты мақсаты сол ғой. Гол бізде андай ғой енді, шабуылшы болғаннан кейін гол салу керек, ойбай топырлап, Левандовский, Холланд секілді мықты болу керек. Бразилия Эдмилсон деген тегі әсер етеді. Гол күтеді, ал негізі ондай типтегі шабуылшылардың сен айтқан Нұрсұлтандай қызметі бөлек. Бұл жерде ол Қайрат өз сондай шабуылшыны қалады ғой. Сантана сынып қалды да, енді Эдмилсонды алып тұр. Сол ойын жүйесіне өздеріне келеді. Жалпы клубтар ойыншы іздегенде мынау 10 гол салды, мынау 20 гол салды, мынау бразилиялық деп іздемейді. Олар бапкерлерге қойылатын талап бар. Бапкерлер айтады, маған мындай флангтан ойнайтын, қатты жүгіретін ойыншы керек. Шабуылшыда жаңағыдай допқа таласа алатын шабуылшы керек. Сол аяғымен теп алатын шабуылшы керек. Пастық көрсеткіші мынандай проценттегі ойыншы керек деген сияқты талаптар болады. Ол жерде жаңа аты жөні деген сияқты болмайды. Сол себепті сол функцияға байланысты ойыншыларды іздейді. Қай ойыншы бос, қай ойыншының сомасы келеді деген сияқты әрі қарай ол екінші сұрақтар. Жақсы, онда жігіттер, әріптестер, сіздерге көп-көп рахмет. Бүгін біз жаңа маусымымызды ашып жатырмыз. Prime Time'ның осы Еврододадағы клубтарымыз жайлы. Астананың енді алдағы чемпионатта сәттілік тілейміз. Қайратқа чемпиондар лигасында сәттілік тілейміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Достар, естеріңізге сала кетейік. Бұл Prime Time бағдарламасы Спорт Плюс Қазақстан эфирінде біздің серіктес Алимбет кеңсесі, Эльдар Аманбаев, Ерден Жалғасов, Мұратбек Биманов, Бектөлеу. Жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.